Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез дайын болатын және де оп-оңай жасалынатын құрамы қарапайым заттардан тұратын печеньенің рецептісін ұсынамын. Алдымен 2 жұмыртқамызға шекерімізді, сұйық майымызды және де ерітілген сары майымызды салып, венчикпен жақсылап бір келікті масса болғанға дейін араластырамыз. Бұл жерде ешқандай миксер қолданудың қажеті жоқ. Жай ғана венчикпен не болмаса вилканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Осы сұйық массамыз бір келікті болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болуы қажет. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатқан болса және де пайдалы болып жатқан болса, видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер өте қуанышты болар едім. 10 минуттан соң қамырымызды осылай алып, қолымызбен печеньенің формасын жасаймыз және де қасықтың көмегімен осылай әрлеп шықсаңыздар болады. Және де шекерге осылай браунатып алып, пергамент қағаз төселген формамызға саламыз. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қойып, 180 градуста 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Печеньеміз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай печеньеміз пісіп дайын болды. Сондай жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.